Қайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір Әділхан. Бүгін сіздерге тещин езік салатының жеңіл және шырынды түрін дайындайтын боламын. Қараңыздаршы, қандай дәмді, тәбетіңізді ашады. Видеоны соңына дейін қарап тіркелуді ұмытпаңыздар. Біздің салатымызға осындай 2 баклажанды алдым. Оны орташа етіп турап, содан соң ащысы кетсін деп тұзды суға салып қойдым. 10-15 минутқа тұзды суға салып, одан суын төгіп, артынан шамалы кептіреміз. Содан соң 2 жұмыртқа қосып араластырып, қуырып аламыз. Қазақша каналды қолдап, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ыдысымызға кішкене май құямыз. Содан соң майымыз әбден қызған соң ғана барып, кішкенелеп баклажанды салып, қуырып аламыз. Бірнеше қызанақты да осылай баклажанның көлемінде етіп турап дайындап аламыз. Сосын майонезге тұзымызды, бұрышымызды салып, оны да ішіне сарымсақ саламыз, сақтап. Содан соң осылай ингредиенттердің бәрін қосып, майонезімізбен араластырамыз. Өте дәмді салат шығады. Жасап көріңіздер. Шырынды, құнарлы және оңай дәмді салат болады. Менің видеомды соңына дейін көргеніңіз үшін рахметімді айтамын. Қолдап, тіркеліп қойсаңыздар және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Күнделікті жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Рахмет.